Al elini. Çok hafif ödeyimiz kanı. Bakın diye bak. Engin alamayın. Sayımız da. Көңіл күйіміз қандай болды? Жақсы. Өте керемет. Ендеше бүгінгі қазақ тілі сабағымызды өте жақсы көңіл күйімізбен бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі сабақта өткен сабақты шоу жасатқан бала. Біз қазақ тілі сабағында алдыңғы сабақтарда қандай тақырыптармен таныстық. Бүгінгі сабақта біз шоу жасау үшін біздің сабағымызды қандай бөлімдерді өтіп жатырмыз бала? Қандай бөліммен танысып жатырмыз? Саяхат. Керемет бала. Саяхат сабағында біз бүгінгі сабақта саяхат сабағы болғандықтан саяхат жасайды екенбіз қалаларға. Астанаға, үлкен зәулім қала, керемет қала, иә? Сол қалаға саяхат жасайды. Саяхат жасау үшін біз нені тағайындаламыз? Көлік, иә? Мына суретке нені көріп отырмыз бала? Көліктің түрі жеңіл машина. Біз сол жеңіл машина арқылы саяхат жасаймыз. Машиненің терезесі қандай екен бала? Тас екен. Ендеше бұл машине әндеген қазақ әдісі бойынша үй тапсырмасын сұраймыз. Егер сол тапсырмаларға, берілген тапсырмаға нақты дұрыс жауап бере алса, көлігіміздің терезесі тазарады екен. Мына жерде балалар біздің партамыздың алдында асықтың суреті бейнеленген үлкен көріп тұр бала. Үлкен дөңгелекшек тұр. Осы дөңгелекшелердің ортасында мына кубикті лақтыру арқылы асықтың қандай түсті асықтың суреті көрсетілсе, сол асықтың астында тапсырма берілген. Сол тапсырмаларға тиянақты, нақты жауап беруге тырысамыз, иә? Ендеше бірінші тапсырмаға келеді. Келе ғой. Үрел, жылдамдап алып, тездетеміз. Қатты. Зат есімге мысал келтір. Зат есімнің мысалы Әсел, Алматы. Тамаша. Келесі топ. Бірінші топ, үшінші топтан келе қайдалан кезектеміз. Жылдам. Нүрел өте жақсы жауап берді. Жарайсың, Нүрел. Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз Zaten es kıymalan hareketten bildiriyeten sözlerde yetiştik deyimiz. Yetiştikteki ne istedi, ne kıldı, kayıttı деген сұрақтар қойылады. Тамаша, отыра ғой. Келесі. Бірінші топтың Айнира келе ғой. Жылдамдатамыз, тездетеміз. Zat есім дегеніміз заттың атын білдіреді. Зат есімге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Зат есім екіге бөлінеді. Жалпы есім және жалпы есім. Отыра ғой. Өте кереметті. Жарайсың, шақалауға қойып. Келесі. Бибінұр келе ғой. Етістік сұрағы қандай? Етістіктің сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды? Тамаша, өте керемет. Жарайсың, өте керемет. Медина. Күрделі сын есім
Сын есімі. Сын есімнің сұрақтары. Сын есімнің сұрақтарына қай деген сұрақтар қойылады? Өте жақсы, тамаша. Балалар, жалпы біз нелермен таныстық, өткен сабақта немен таныстық балалар? Сөз тапқан. Сын есім. Жақсы отыра қойды. Өте жақсы. Бүгінгі өтілген тақырыптарға өте жақсы жауап бердік деп ойлаймыз. Балалар, бүгінгі біз сабағымызды саяхат сабағы болғандықтан сабағымызды не істейміз? Ортақ тақырып саяхат сабақ болғандықтан мына сан есімдер, етістік сөз таптар еліне саяхат жасаймыз. Ол көлігіміз машине болғандықтан машиненің несі болады балалар? Жылдамдығы болады, яғни спидометр дейміз. Сол спидометр бұл көліктің жылдамдығын өлшесе, бұл спидометр біздің бүгінгі сабағымыздағы білім жылдамдығын көрсетеді екен балалар. Осы спидометр арқылы өзіміздің білімімізді бағалаймыз. Сіздер мына бағалау парақтарыңыз бойынша өздеріңіз бағалап отырасыздар. Бірінші топ жетекшісі Ақсат Раяна, екінші топ жетекшісі Тоқберген Аймира, үшінші топ жетекшісі Бибінұр. Үй тапсырмасы бойынша өте жақсы жауап берген балаларға балдарымызды тиісті бағаларын қойып отырамыз. Балалар, қараңыздаршы балалар, енді келесі тапсырмамыз балалар біздің Филпорт әдісі бойынша тақтаға сайтқа қарайықшы, назар аударайық балалар. Қандай сөздерді көріп отырмыз? Қандай сөзді оқимыз? Арайка? Сан есім. Сан есім деймін. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз сан есімдер оқылады. Сан есімнің бүгінгі ережесі бойынша балалар сын есімді білеміз. Сан есімді жаттадық. Бүгін енді сан есіммен танысатын боламыз. Сан есімнің мақсаты, бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсаты, мәтін бойынша бүгінгі сабақта біз сұрақтарға жауап береміз, сұрақтар құрастыратын боламыз, суреттер арқылы әңгімелеу мәтінін құрастырамыз, сан есімдерді ажырата аламыз. Оқулығымызды ашамыз, 18 жақтаудағы мәтінді дұрыстап түсініп, мәнерлеп оқимыз ғана. Оқиды екен. Али, дауыстап оқы ғой. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатқа жүргенде демалып қана қоймайды. Саяхаттың бір күндік жолдықтары Тамаша, Айнұрей. Білесіз көрі әдісі бойынша оқып жатырмыз. Саяхатқа шығу туризм дегенді білдіреді. Нағыз туристер саяхатта жүргенде демалып қана қоймайды. Ал енді балалар, осы ілесіп көрі әдісі бойынша 18 жақтаудағы мәтінді дұрыстап оқыдық. Енді сол мәтін бойынша не істейміз балалар? Сұрақтар құрастырайық. Әр топ, қарсылас топ бір-біріне сұрақ құрастырамыз. Сұрақтар береміз. Келесі қарсы топ тиянақты жауап беруге тырысамыз. Аймира, қоя ғой сұрағыңды. Қай топқа қоямыз? Екінші топқа ма? Үшінші топқа ма? Үшінші топқа қояды. Жауап бере ғой. Дайын отырамыз қыздар? Сіз дайыныз? Жорықтар деген не? Жорықтар деген не дейді? Мәтіннің ішінде ол деген сөз бар, жорықтар деген сөздің мағынасын айта ғой дейді. Жауап бере ғой. Раяна дайын отыр. Айбала дайын отыр. Жорықтар деген сөздің мағынасы саяхатқа шығу, демалу деген саяхаттау дегенді білдіреді. Және де сапарға шығу деген мағынаны білдіреді, не? Өте тамаша, дұрыс па? Айра? 2 балл қоямыз. Келесі. 20-шы. Өте жақсы, тамаша бала. Енді дәптерімізді ашамыз. Дәптерімізді ашып, тақтаға қарап, сәуірдің 26-сы
Аптаның қай күні балалар бүгін? Аптаның қай күні? Жұма. Аптаның жұма. Жұма күні, 5-ші күні аптаның жұма күні. Жұма күні не істейміз балалар біз? Айда бар? Жұма күні бәрі жеті-шелпек таратады. Маша, жеті-шелпек таратамыз, Құран оқытамыз, жеті-шелпек таратамыз. Осы жеті-шелпек дегенде санесін бар ма балалар? Жеті саны бар, Өте жақсы. Санесінге байланысты мысал келтірейікші. Жазып отырамыз. Қане айта ғой? 100 теңге болғанша 100 досым болсын. Өте жақсы отыра. 21-ші жаттығу. Мақалды көркем етіп жазамыз. Мақалды оқиды, Рауан оқи ғой. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Жақсы, қандай оқи ғой? Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Али? Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл. Жақсы. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім білді. Осы мақалдың мағынасын қалай түсінеміз балалар? Мағынасын айта ғой. Жұрт туралы білім. Әр ұлттың тілін білуге тырысуымыз керек. Әр ұлт біздің ауылымыз өзі қандай ұлты балалар? Бірнеше ұлттар тұрады ғой біздің ауылымыздың өзінде. Кішкентай Жаңажол ауылының өзінде бірнеше ұлттар тұрады. 7 жұрт дейді, Қазақ, Қырғыз, Әзірбайжан, орыс, дүнген, біздің өзіміздің сынымызды дүнген қазақтар екен. Сол сияқты 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл дейді. Білімді болуымыз керек, өнерлі болуымыз керек, сонымен бірге тәрбиелі болуымыз керек екен балалар. Атайымыз қанесінде дейді ме? Бұл жақта 7 деген Санесін бекітеді, 7 саны санесін бекітеді. Санесінің астын сызып қоямыз. Және олардың не дейді балалар? Тапсырмасы. Нүрел не дейді? Тапсырмасын оқи қойшы. Санесіндерді тап, оларды қай сөзбен байланысып тұрғанын анықта. Сызып көрсетеміз, сызбамен сызып көрсетеміз. Қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен сызып көрсетеміз. Тездетеміз, санесінің астын сызамыз. Алдарында суреттің әр топқа 3 түрлі сурет таратылды. Сол сурет бойынша мәтін құрастырамыз, шағын ғана. Әрине, санесінді пайдаланамыз. Тездетеміз. Керемет. Бұл біздің үйге берген тапсырмамыз болады. Айтауы қане? 100 теңге болғанша 100 досы болғанда. 100 досың болған жасы дұрыс. Досы көпті жауа алмайды, ақылы көпті жауа алмайды деген бар, Екі көз орталасса, бір пазарға жын болады. Өте керемет. Құрамды санесінде 10 теңге болғанша 10 аған болған. 10 теңге болғанша 10 аған болсын дейді. Қандай, ағасы бардың, жағасы бар дейді. Керемет. Аукцион деп аталады. Бұл да біздің бүгінгі өтіп жатқан сабағымызға байланысты. Мына жерде сурет дәптерін отырмыз. Мынау ненің суреті болады? Біздің сурет күнделікті бейнеленуге салатын сурет дәптеріміз. Осы сурет дәптерін біз сатып алуға тырысайық. Сендердің алдыларынан бірнеше сурет жасады. Бұл аукцион деп аталады. Аукцион ол бәсекелестік, бәсеке. Саудаға салу деген. Ендеше осы сурет дәптерін қай топ ұтып алады екен? 17 балл беріп отыр. Жақсы. 25 баға беріп отыр. Ең жоғарғы баға
Ага. Аймираның тобы 95 баға беріп отыр. Бар ма тағы? 100. Раянаның тобы 3-ші топ 100 деген баға беріп отыр. Сатылды. Ендеше біздің сурет дәптерімізді қайтып сатылды? 3-ші топ 100 баға беріп сатып алды. Балалар, міне бүгін біздің аялдамамыздың келесі тапсырмасы Астанамызға саяхат деп аталады. Барлығымыздың 3 топтың алдында мынадай тапсырмалар жатыр. Сол тапсырмалар бойынша сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Астанамызға саяхат тақырыбына шағын ғана әңгіме құрастырамыз және түсініктеме беруге шамамыздың келгенінше алдыларына таратылған тапсырмаларға жауап береміз. Астанамызға саяхат деп аталады. Астана деген қандай қала? Қандай қала? Қандай қала? Біздің Астанамыз қай қала? Біздің Астанамыз өте әдемі қала. Өте әдемі, көрікті, сұлу қала. Астанамызға саяхат. Біздің Астанамызда көп гүлдер бар. Мені арманым Астанаға бару. Астана ең керемет қала. Ол жақта үлкен зәулім бар. Астанада көп адамдар бар. Өте жақсы. Біздің Астанамыз бас қаламыз. Қай қала қалай? Астанамыз бас қаламыз қай қала? Қалай деп аталады? Нұр-Сұлтан. Астана қаласы бас қаламыз, өте тамаша. Балалар, келесі. Хайуанаттар бағында көп жануарлар бар. Адамдар жануарларды не істей алатынын көріп тұр. Мысалы, бір аяғымен айтарлықтай үлкен ағашта. Және үшінші топ өте белсенділік танытты. Балалар, шаршаған боларымыз орнымыздан тұрып, сәл серпіліс сәтін жасап алайық. Денемізді ширатып алайық. Тапсырмамыз сан есім болғандықтан енді осы мақал-мәтелдер жарысып өтейікші балалар. Кім, қай топ қанша мақал-мәтел біледі екен? Қай топтың балалар зерек екен? Ал, Аймира? Қатысып алшы. 5 сағат ойыннан көрі 5 сағат сабақ жаса. Ол Аймираның өзінің ойынан шығарған, мақалы. Өте жақсы. Ал 100 минут қалағанша 100 кесте сабақ оқы. жақсы. Некені? Айта ғой. Білетінмін, 1-9 білмейтінін 99. Білетінмін, 1-9 99. 12 айдан 13 той. 12 айдан 13 той. 12 айдан 13 той. Жақсы. Білекте 1 шығады, тілімді 10 шығады. Өте тамаша, білімді болу керекпіз, Мейір? 5 сағат 1 қалып, кесінші 10 қалып. Өте жақсы. Раяна? 6 жыл аш болсам да атаның салтын ұмытпа. 7 рет өлшеп бір реткен. Тамаша, керемет. 6 күн аш болсаң да ата салтын ұмытпа дейді. Атамыздың салтына дәріптеп жылдар өзіміз ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруымыз керек. Қандай тамаша мақал? Арай? Дұшпаннан бір сақтан, жаман дұстан 1000 сақтан. 1000 сақтан. Керемет. Бұл біздің үйге берген тапсырмамыз болады. Айта ғой, қане? 100 теңге болғанда 100 досы болғанда. 100 досың болған жасы дұрыс. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген бар, 2 көзің таласса, 1 параға жын болады. Өте керемет. Құрамды сан есімде 10 теңге болғанда 10 ағам болған. 10 теңге болғанша 10 ағам болсын дейді. Қандай, ағасы бардың, жағасы бар дейді. Керемет. Санжар? Айдағаны бесеске ысқырығы жер жырған. Тамаша. Әли? 100-ден жүйрік 1000 тұлпар. Өте керемет. 100-ден жүйрік 1000 тұлпар. Үш топ? Айта ғой? Бірінші топқа сұрақ қойсам. Туризм дегеніміз не? Туризм дегеніміз не? Бірінші топ. Жауап береміз. Туризм. Әли? Ол
сөздер координатасы деп аталады. Бұл сөздер координатасында мен балалар топқа сендерге тапсырмалар беремін. Осы тапсырмалардағы сөздерді құрастыруға тырысайық. Бұл жерде қандай тапсырма? Сөздерді тап. Қай сөз табыға тұрғанын айт дейді. Айналған топтар дайынбыз дейді. Жауап береміз. Тез ал бейбітім жауап бере қойыңдар. Біріншісі 8, екіншісі 7, үшіншісі 70. Дұрыс па балалар? Біріншісі 8 дейді. Дұрыс. Екіншісі 7 дұрыс. Үшіншісі өзіңізге 4 балл деген балалар. Мейірім, Бибінұр, Батырхан 2 балл қойып отырамыз өзіңізге. Қанесінің ережесі кім айтты деп тездетеміз. Асыл деп айта қойшы. Заттың саны ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысал келтіре ғой. Әдемі мысал. Мысалы 5, 7, 9, 20. Тамаша отыра ғой. Міне балалар, бүгінгі өткен тақырыбымыз зат есім, сын есім, сан есім екісімен бірге сан есім екі тұтқансын үлгерді. Ендеше бүгінгі сабақта өте жақсы қатысқан, өте жақсы сабағымызға белсенді қатыстыңдар. Барлық бала түгелдей жақсы қатысты деп ойлаймын. Өте белсенділік таныттыңдар. Берген тапсырмаға тиянақты дұрыс орындай алды. Білім жылдамдығында өзіміздің қанша балл алғанымызды бағалап алдымызда, бағалау парағына бағалап отырдық. Ендеше топ жетекшісі айта қоямыз, қай балаға қанша ұпай санын қойды. Аймира, тұра ғой, кезекпен айта ғой. Өзімнің ұпай саны 8, мейірімнің ұпай саны 8. Жақсы балалар, бүгін бәріміз сабаққа өте жақсы қатыстық. Орнымыздан тұрамыз. Үйге тапсырып осы сан есімді ережесін жаттап қайталап келеміз. Сабаққа белсенділік танытып, өте қатысқандарына, жақсы қатысқандарына алғысымды айтамын. Рахмет, сау болыңыздар.